Олжас, сен мамаңнан неге қорқасың? Тамаш, мамам естіп қояды. Түрлеріңізге шығып ғой сіздердің шаршағандарыңызша. Енелеріңіз абьюзер сияқты ғой сіздер. Ертең қонақ келетін еді. Соған 3 үлкен табақ, самауырын, сосын 2 келінге бере тұршы. Біз бар ғой, зат болдық па сонда? Мен де енеммен тұрдым. Это были самые ужасные 2 недели в моей жизни. Танымайтындарға таныстырып өтейін. Ана чувствойлауы жансая, ана үндемесі бөлдір. Ертең көресің, Моля бөлек шығады өзі. Ал сен қаласың осы жерде. Үндемей жүріп бәле ғой олар. Оның күйеуі хитрый. Бөлек шығамыз ғой. Енем батасын алып, қызметін жасап, енді түрмедегі за хорошее поведениедағы удо сияқты. Давай просто бөлек шыға салайықшы. Қалай болады екен ол? Нормально вот, неме тыпыршып кеттің. Жансаялар бізден бұрын бөлек шықсашы. Тойда құдағиым айтқан, келінді болмадым, қызды болдым деп. Ол тойда бәріміз сөйтіп айтамыз ғой. Ол әңгімені мен де айтқам.